Саламатсыздарбы студенттер. Кәсіпорындар мен азаматтық ғимараттардың электр жабдығы пәні. Сабақтың тақырыбы шиналарды электродинамикалық төзімділікке тексеру. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші, қимасы тікбұрышты шиналар үшін ұзақ рұқсат етілген тоқты анықтау. Екіншісі, есептік кернеуді анықтау тәртіптері. Үшінші, шиналарды қызу төзімділігіне тексеру. Төртінші, шиналарды электродинамикалық төзімділікке тексеру. Шина дегеніміз алдыңғы сабақтардан да білеміз, көріп жүрміз, тағы да есімізге түсіріп алайық. Электр станцияның шиналары. Шина электр станциялары мен қосалқы станцияның таратушы тораптары мен тұтынушылары арасындағы буынды байланыстырады. Шиналардан ток өткенде олардан жылу энергиясы шығады, соның есебінен олар қызады. Яғни жылу пайда болғандықтан олар қызады. 6-10 киловольт жабық тарату құрылғыларында ошиновка және құрама шиналар қатты алюминий шиналармен орындалады. Мені көріп тұрғандарыңыздай, алюминийден жасалған және мыстан жасалған. Алюминий мен мыс материалдар қолданылады. Бәріміз білетініміздей, алюминий мен мыс электр энергиясын жақсы өткізеді. Олардың құны жоғары болғандықтан мыс шиналары үлкен ток жүктемелерінде қолданылмайды. Яғни үлкен ток жүктемелерінде құны жоғары болғандықтан деп жатқанбыз, қымбат болып кететін болғандықтан 6-10 киловольт төменгі желілерде қолданылады. 1 киловольттық желілерде, 6-10 киловольттық желілерде мыс шиналар қолданылады. Ал одан жоғары желілерде жыл қымбат болып кетеді, өте қымбатқа түседі. Сондықтан мыс шиналары қолданылмайды, алюминий шиналар қолданылады. 3000 амперге дейінгі тоқтарда 1 және 2 жолақты шиналар қолданылады. Үлкен тоқтарда қорапты қима шиналарын қолдану ұсынылады. Өйткені олар жақындық және беттік әсерден аз шығынға ұшырайды. Сондай-ақ салқындатудың жақсы шарттарын қамтамасыз етеді. Үлкен тоқтарда қорапты қима шиналарын дегеніміз, яғни үлкен тоқ 35 киловольттан жоғары, 110 киловольт, 220 киловольттық желілерде қорапты қима шиналарын қолданамыз деп тұрды. Олар шығынға аз ұшырады. Менш потеря деп айтамыз ғой, сондай потеря аз болады. Шиналар мыстан, алюминийден, болаттан жасалынып, жабық және ашық таратушы құрылғыларда пайдаланылады. Оны барлығымыз білеміз. Мыс шиналар жабық және ашық таратушы құрылғыларда пайдаланылады. Жаңа көріп өттік. Міне ашықты мынау көрсетілген, бірінші суретте көрсетілген, бізде 6 киловольттық жабық тарату құрылғысы. Сонда мыс шиналар қолданып тұр, көрініп тұрсыз. Мыстың цветін айырып тұрсыздар да. Так, мыс шиналар жабық және ашық таратушы құрылғыларында пайдаланылады. Үлкен жүктемелерде немесе қоршаған ортада алюминий және болат шиналар осы материалдың қоспаларын бұзатын әсеріне байланысты орнатылмайды. Яғни мыстың әсерін алюминий мен болат шиналар жоятын болғандықтан олардың қоспасы пайдаланылмайды деп тұр. Негізінен тапшылығы жоқтығына байланысты алюминийлі, ал жүктеме тоғы аз 300 амперге дейін таратушы құрылғыларда болат шиналар пайдаланылады. Бағана айтып өткеніміздей, мыстың көзі аз болғандықтан ол төменгі желілерде қолданылады, ал алюминий арзан материал болғандықтан ол жоғары желілерде де қолданыла береді. Бұл жерде көрсетілген шинаны таңдау шарттары. Әрбір шинаның өзінің допустимый тоғы болады. Мысалы, рұқсат етілген тоғы болады. Мысалы, 300 амперге дейін көтере алады деген рұқсат етілген тоғы. Мына жерде біз и расчетный есептік тоғымызда есептік тоқты тауып аламыз, өзінің формуласы арқылы. Өткен сабақтарымызда айттық, есептік тоқты қалай табамыз деп. Бұл жерде уақыт жоғалтпас үшін оны айтып өтпей қояйық. Есептік тоғымызды таптық. Әрбір шинаның өзінің рұқсат етілген, шектік рұқсат етілген тоғы болады. Содан асса, сол шарт бізді қанағаттандырады. Яғни сол шинаны біз таңдаймыз. 20 киловольт және төмен кернеулі электр қондырғыларында қимасы тік төртбұрышты шиналар пайдаланылады. 35 киловольт және жоғары кернеулерде дөңгелек қима электр станциялары мен қосалқы станцияларының ашық және жабық таратушы құрылғыларында шиналарды жалаңаш көпталды сымнан жасайды. Айтып өткеніміздей, бағанада 35 киловольт және одан жоғары 110-220 киловольт желілерде дөңгелек қимадан жасалған
көп талсымды сымдардан жасалған шина қолданылады. Шиналарда и допустимы, и рұқсат етілген тоғымен таңдайды. Жаңа айтып өттім. Электродинамикалық және қызу төзімділігіне тексереді. Онда алдағы уақытта айтып өтеміз. Шиналарды ұзақ рұқсат етілген тоқ бойынша тексергенде төмендегі шарт орындалуы тиіс. Формуласы мында түспей тұр. Қазір сендерге салып жібере қоямын. Формуласын қимасы тік төртбұрышты шиналар үшін ұзақ рұқсат етілген тоқты 3/1 кесте бойынша анықтайды. Яғни мыс шиналардың, алюминий шиналардың қимасы, қималар тік төртбұрышты шиналардың ұзақ рұқсат етілген тоқ жүктемелері, шиналардың қимасы, рұқсат етілген тоқ жүктемелері көрсетілген алдарыңызға кестеде. Қалған сұрақтарыңды, пысықтау сұрақтарын барлығын қазір WhatsApp-қа жіберемін.